Тұрмағамбет оқулары сайысы бойынша 10 сынып арасында бас жүлде иегері Балтабай Дилназ, номері 176 орта мектеп. Естелікке суретке түсіп алайық, және де құрметті қатысушылар, құрметті қазылар алқасы, бүгінгі кешімізді қорытындылау үшін арнайы Шалқыма әжемізден бата сұрайық, сахнаға шақырайық, қошемет соғып қойып. Құрметті көрермендер, сәл сабыр сақтаңыздар. Кішкене сабыр сақтаңыздар. Алтынның сыныға, шұғаның қиқыма, жаңағы тұманың, бұлақтың тұмасы өшеді. Шалқыма апамыз келіп жатыр. 40 жылдан астам осы мектепте қызмет жасап, балдарға тәлім тәрбие берген, өнер, дарын, ғылым қонған әулеттің түреген апамыздың немересі қоя, немересі Шалқыма апамыз. Құрметті мұғалімдер, ұйымдастырушы азаматтар, талабы таудай оқушылар, кешеден бері әкеміздің өлеңдерінен мүшәйра өтіп, өте бір жақсы іс-әрекет болып жатыр. Бұл енді үлкен еңбек, бәріңіз де білесіздер, жаңа кісілерді айтып жатыр. Мұғалімнің қанша еңбегі, дайындығы, оқушының албыртқан жүрегі, күп-күптай жүректері лүпілдеп мына жерде қанша жауапкершілік. Кей балдар қиналып атқан кезде, ана жерде отырып, бізде тақымымызды қысып отырмыз. Мына бала қиналмаса екен, бір жақсы өтіп кетсе екен мынау деп тілекші болып отырдық. Айналайын, бәріңнің де талаптарыңа нұр жаусын. Осы ұрпақ барда әкеміздің енді биыл қайтқанына 84 жыл болды. Кеше 15 майда. Енді содан бері ұмытылмай келе жатуы осы халықтың арқасы айналайын. Халық ұмытпаған жерде адам өлмейді. Әкеміз мәңгі тірі. Мына азаматтар айтып жатыр. Әлде де осы көлемді қылып, облыс көлемінде, әр қарай республика көлемінде өткіземіз деп талаптанып жатыр. Енді бұның бәрі халықтың арқасында. Халық аман болсын, ел тыныш болсын. Саналы жастар көп болсын. Мынау мұғалімдер, бала өсіріп отқан балаларымыздың рахатын көріңіздер. Нелерден, жаңағы шәкірттерімізден үлкен ұлағаттық көріңіздер. Бәріңізге рахмет, енді кішкене ғана қайрай. Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын. Жұлдызым болсын жоғары, бақытты болсын ұл-қызым. Бәріңіз де бақытты болыңыздар. Атамызды сіздер сыйлап атсаңыздар, барлығыңызды Алла сыйласын. Аманшылықта кездесейік бәріңізбен. Рахмет бәріңізге. Енді қадірлі ағайын, Тұрмағамбеттің өз сөзімен аяқтайық. Қаз орнына қарға, риза бол барға деп тұғы. Сойтпақшы, риза боласыздар, еңбектеріңіз жемісті, өнерлеріңіз өрісті болсын. Бауырымыз бүтін, басымыз аман болсын ағайын. Естелік суретке әжеммен бірге түсіңіздер келіп, ертең айтып жүресіздер, Құдай қаласа. Рахмет.